міне и ассистент агент деп жатқан мынау бұл құлагер компаниясының ассистенті, көмекшісі. Сату жағынан, таныстыру жағынан, мысалы бұл Инстаграмға, Ютубқа, TikTok, WhatsApp, Telegram бәріне жауап бере алады. 24/7 істеп беремін. Мысалы мынаяқтан қазір жазып жіберейік. Инстаграмнан сәлемдік қалайсың деп бастайық. Қате пайта жазсаңыз да ол бәрін түсінеді. Кетті. Мынақа қараймыз. Мына зелен жанды ойланып отыр. Шипатағанатта бізге атып келді. Сәлеметсіз құлагер, қош келдіңіз. Мен осы компанияның виртуалды ассистентімін. Мен алғыңыз беремін, айта кетсеңіз қай облыстан? Облыс не бізге өте важно. Атырау облысы. Құрманғазыбек. Әдет жаза берейік осылай қате. Түсінен екен дегендей. Мына ойланып отыр. Бізге қатты өткел көріп. Көп рахмет. Облыс Құрманғазыдан жарап аудионы да түсінеді. Аудио қазір көрсетіп жіберейін. Маған 40 бас бұқаға жақсы дерменді айтып жібер. Айта салайық. Яқтан кезет қазір ол. Барды. Ойланды. Енді ағылшынша, қытайша, орысша, любой тілде сөйлей берді. Любой тілде керемет сөйлейді, негізінен қазақстан кішкене тармас еді. Бірақ қайтып түсініп тұр мұны. Бұл енді менде тегін несі, барынша тегін ғой, енді мүмкіндіктер қолданып отырмын. Қазақшаны четко оқитын варианты бар. Ол үшін біз мына жаққа кішкентай не жалғаймыз да, платный айына 5000 теңге төлейтін нәрсені қосып, қазақшаны четко оқитын істесе болады. А так ағылшынша мен орысша, қытайша бәрін жынды сөйлейді. Қазақша ғана кішкене проблема етешін ғой. Мынаны дейді, жаңа 40 басқа осылар дұрыс дейді. Доставка қалай болады сақ. В общем, ертең сөйлесіп көріңіздер, қызық неге жалпы. Бірақ ұрыспайтын деп қойдым, ұрыспайды бұл. Өздеріңіз білесіздер, қалай боқтап десеңіз деп болады. Кішкене матқа кіріп, кішкене глубже кететіндей қылып. Атырау Құрманғазы растырған болса, жеткізудің бірнеше нұсқаларын саз біледі. Так. Мына. Маған срочно салайық мысалы. Срочно керек салайық. Қайда айттық біз бүгін? Атырау деп айттық осында. Сіздің қайдадан вақтылау үшін білмей тілеймін. И болып мына срочно важный заттар болса мен телефонға келіп бірден. Или ноутбуктан қаралсаңдар болады, любой уақытта мен сөйлескендер шығып тұрады. Полный, мы как сырье база ретінде қабылдасақ болады болашақта. Бүткіл данылар тұрады. И как холодный лента, теплый, горячая, рассылка жібере аламыз, акция, бонус, анау сервис алып. Бірден істеп алу үшін керемет тұғық. Қиын сұрақтарын неқа жинап отырады. Важный сұрақтарды кейін барып қарасаңыздар болады. Болмаса WhatsAppқа жазсаңыздар, мен ссылкасын қалдырамын, соған қараңыздар. Любой неде қолданса болады. Блогер болсаңыз да, не болсаңыз да. Мысалы, неқа блогер болсаңыз, неқа сіз мынандай нью-йорк қоямыз. Контент план жаз на темада. Сен андай үшін несің деп айтамыз да. Үшін андай тақырыпта контент план жаз. Сразу 30 күнге жаз дейміз, 30 күнге жаз. Контент план, текст. И өзін тексере саласың. Тексерген кезде, тексермесін жібере салың. И одан келесі жолға уже не қоямыз. Жаңағы. Осы контент планмен тура сіздің түріңізбен, сіздің аватарыңызбен видео жаса. Видео жасап бітіреді, тура өзіңізді айнытпай. Бірақ бір носы бар, эмоцияны сіз сияқты бере алмайды, но нормально береді. Одан кейін арқарай осы видеоны уже неқта Telegram, YouTube, TikTok, Instagram нелерге каналдарға сал деп не береміз, бағыт береміз. Ол өзі 30 күн бойы белгілі уақытта мыналарды салып отырады. Сіз тек қана рахаттанып,
жана личный брендтин дамыганын карап отура аласыз да негизи. Немесе любой салон, кафелер болсун, заказдар кабылдатып, бәрін неге толтырып, мынака өздөрү бизге дайын болгон кезде жибере алат. Жана шаш-тараз, массаждын центри нелерге жана записьтерди кабылдап, мына убактарда болсо андай массажист болсо, андай кезде андай багасы андай болот, ана кезде ошун бәрин сүйлөшүп, сизге дайын болуп деген кезде алып келет да. Ана кологерден башка темада ауытуп калып атса, улар да ачып этет, в общем. Как көмөк этет да, кәдимгидей убактын узамайт. Өйткөнү убакыт өтө керек го. Ондай да кымбат эмес. Айына бул меники но кологер ассистенти өтө кол жетимдүү десе болот. Өткөн жакта эле талай нерсе косамыз.